Құрметті тыңдаушым, біздің сахна тілі техникасын игерем деп, егер мені тыңдап отырсаңыз, біздің жаттығуларымызға жіті назар аударыңыз. Өйткені біз бәрін рет-ретімен жасауымыз керек. Бірінші кезекте біз дауысымыз ашылу үшін, диафрагмалар жақсы іске қосылу үшін денені шынықтыратын жаттығулар жасаймыз. Одан кейін аффирмация кішігірім, одан кейін біз тамақты жылытамыз. Өйткені тамақты жылытпай, жылы ауамен шайқамаса, біздің жұтынатын тамағымызға кішкене зиян тиюі мүмкін. Сондықтан ең бірінші біз тамақты жылытудан бастаймыз. Ол үшін біз аузымызды ыстық картоп бардай, астыңғы жағымызды төмен түсіріп, жұтқыншағымызды көтеріп, ішімізден А, Ә, О деп айтамыз. Сол кезде ыстық ауа шығып, біз есінейміз. Бізге сол бірнеше есінесек, тамағымыз жылынады. Оны жылы ауамен тамақты шайқау деп атайды. Осылайша бірнеше рет есінеу арқылы біз тамағымыздағы ауырлықты, салмақты алып тастаймыз. Біз қазір дауыспен жұмыс істеген кезде бұған ешқандай салмақ түспейді.